Бүгін ерекше сабақ қойдырдым. Ерекше сабақ неге? Сіздердің қолдарыңызда не бар қазір? Қолдарыңызда не бар? Не алдыңызда жаңа? Не алдыңызда қолдарыңызда? Билет. Қандай билет ең билет деп ойлайсыздар? Жоқ, ол ненің билет деп ойлайсыздар? Ұшақ. Бәріміз көзімізді жұмайық. Көздеріңізді жұмыңыздар. Көзімізді жұмамыз. Ұшып бара жатырмыз. Көңіл күй қалай? Ауа райы қалай? Ұшақпен ұшақтыңыз ба бүгін? Ұшақпен ұшақтыңыз жақсы балалар. Онда көзімізді ашайық. Құрметті достар, бүгін ерекше сабақ. Өйткені біз саяхаттаймыз. Жай ғана саяхаттамаймыз. Өйткені сіздердің қолдарыңызда әуе билеті бар. Яғни сіздер белгілі бір аймаққа саяхаттайсыздар. Жақсы. Оны қандай екенін, қай жаққа екенін біз алдағы уақытта білеміз. Ол үшін бірінші топ басшысы кім? Тұра қойыңыз. Сыныпта оқушылар келген. Түгелі. Сыныпта оқушылар келген. Жақсы отыра қойыңыз. Жақсы. Сыныпта оқушылар түгел. Бұлай болса. Олай болса, қараңыздар балалар. Бүгін біз топпен жұмыс жасаймыз. Сол себепті топтың өзіндік ережесі болады. Топтың өзіндік ережесі болады. Қалайса, жаңа билет бойынша бос тұр. Сіздерде топ басшысы кім болады? Кім болады деп ойлайды? Кім болады? Ақылдасып жүріңіздер. Есіміңіз? Айзере бізде топ басшысы болады. Топтың екінші топтың топ басшысы кім болады? Атыңыз? Айқадиша екінші топтың бізде топ басшысы болады. Енді қараңыздар топ басшылар. Мен сіздерге қазір бағалау парағын беретін боламын. Бағалау парағында сіздер топтарыңызда балл алған, яғни ұпай жинаған әрбір оқушының балын осында жазып отырасыздар. Ол топтық тапсырма болсын, ол жеке тапсырма болсын. Жақсы ма? Жақсы. Ала қойыңыз. Бірінші топтарыңызда оқушылар сіз жазасыздар, кейін сол жақта бағалау жүргізесіздер. Енді қараңыздар, балалар. Топтық тапсырма жасамас бұрын біз бірінші үй тапсырмасына үй тапсырмасына не берді? Қандай? 178 жерде 5-ші тапсырма не орындауымыз керек? Яғни тыныс белгілері дұрыс берген тәртіп бойынша. Олай болса, былай жазайық балалар. Тақтаны қараңыздар, бәріміз бір-біріміздің дәптерімізді алмасақ. Қасыңызда жұқпен дәптеріңізді алмасыңыздар. Жұқпен дәптеріңізді алмасыңыздар. Енді үй тапсырмасы бойынша қараңыздар. Бәріңіз бері қараңыздар. Ерлік аспаннан түспейді, дейді Бауыржан Момышұлы. Яғни өзіңіздің жұбыңыздың қандай қатесі бар? Қарап отырыңыздар. Егер дискриптор бойынша 0 және 1 қате болатын болса, оған 2 балл. Егер 2-3 қате болатын болса жұбыңызда, онда 1 балл. Егер 4-тен қате болатын болса, 3-ке қарай 0 балл қоясыздар. Тезірек тез жүрейік бір-біріміздің үй тапсырмамызды. Тақтадан дұрыс жауапқа тексеріп қойыңыздар. Тексеріп қойыңыз. Тақтадан дұрыс жауапқа тексеріңіздер. Тақтадан дұрыс жауапқа тексеріп қойыңыздар. Recording in progress. Қараңыздар, екінші сөйлемде ол отанды сүю үйшіңнен отбасыңнан өседі деді. Қараңыз, ол деген неге сіздің жұбыңыз қосылып қою керек, одан кейін тырнақшаны ашып, өседі дегеннен кейін тырнақшаны жабу керек. Өтір қойып, сызықша қою керек. Осы ереже бойынша жазылған ба? Тексеріп алыңыздар.
Тексеріп болып бағалап беріңіздер тезірек. Жақсы, тексеріп болған секілдіміз. Бір-бірімізге дәптерлерімізді қайтарайық. Бір-бірімізге дәптерлерімізді қайтарыңыздар, қайтара қойыңыздар. Жұбыңыз қойған балды қысқа жазып аласыз. Егер онда екі қате, нөл және бір қате болатын болса, 2 балл, 2 және 3 қате болатын болса, 1 балл, 4 және 4 қате болатын болса, 0 балл, иә? Академияда дауыс сақтаймыз балалар, иә? Айтпаймыз, дұрыс тексереміз. Жақсы. Үй тапсырмасын тексеріп болатын болса, балалар, бәріміз бері қараймыз. Бері қараймыз, бері қараймыз, бері қараймыз. Біз әуе кемесіндеміз, бері қараймыз, бері қараймыз. Біз әуе кемесіндеміз. Біз қазір бір жерге ұшқалы жатырмыз, иә? Біз бүгінгі қайда ұшатынымызды тағы да байқамыз бұрын. Біз бірінші бүгінгі тақырыбымызды болжап алайық. Қараңыздар, сұраққа. Қазақтың тұңғыш жиһан кім? Жиһан кезі кім? Шоқан Уәлихан дегенді көрейік. Жақсы. Дұрыс екен. Шоқан Уәлихан. Грамматикалық тапсырма бойынша сұрақ. Сөйлеуші не жазушы адамның сөзі не деп аталады? Ал төл сөз дегеніміз не? Айтыңыз. Yani adamın bir bugün adamın sözü özgürlükle айтылған сөз, жазып отыра қой. Автор сөзін дегелеп қойыңыз. Бұл бізде дұрыс әрине. Ары қарай кеттік. Саяхаттау сөзіне екі синонимі. Қараңыздар, мына жерде саяхаттау деген сөздің екі синонимі шығу керек. Бір емес, екі дұрыс шығу. Сапар шегу. Саяхаттау, сапар шегу бірінші басып қойып. Сапар шегу және Қыдыру, жақсы. Қабылдаймыз ба? Келіп онда жақсы. Қараңыздар, бізде кімнің сурет шықпай жатыр. Ең соңғы сұрақ. Азамат қарным ашты деді. Қандай тыныспен жетіспейді? Қараңыздар, азамат қарным ашты деді. Осы өте жарайсыздар балалар. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бар. Икс басыңыз. Оны емес. Қашқарияға сапар. Яғни біздің атақты ғұлама ғалымымыз Шоқан Уәлихановтың ерекше ерлікке толы сапары жайында бүгін сабағымызды өтетін боламыз. Ал сіздердің білетіндеріңіздегі Алматы Қашқария деп тұрған Қашқарияның қандай жер екенін, қандай қала екенін біз алдағы уақытта білетін боламыз. Енді өздеріңіз білетіндей, әдеттегідей сабақтың мақсаты бар, иә? Ең бас сабақтың басында сабақтың мақсатын айтамыз, және сол мақсат үшін біз әрекет ететін боламыз. Қараңыздар, сабақтың мақсаты бізде бірінші мақсат энциклопедиялар, балаларға арналған газет журналдардан қажетті ақпаратты ала білу. Яғни сіздердің қолдарыңызға түрлі газет журналдар, болмаса энциклопедияның үзінділер, тыңдалым мәтіндері болуы мүмкін. Яғни соған байланысты біз тапсырма орындаймыз. Ал екінші тапсырма төл сөз, сөйлеу сөз, автор сөзінің тыныс-тіршілігін дұрыс қолдану. Біз танысыз ба төл сөз, сөйлеу сөзбен? Автор сөзін танысыз ба? Жақсы, тамаша. Онда бүгін тағы да тапсырманы орындаймыз деген ойдамыз. Қараңыздар. Танысыздар? Ол кім? Шоқан Уәлихан. Жақсы, Шоқан Уәлихан кім? Осы уақытқа дейін біледі. Жақсы, бірден жауап берейік пе? Шоқан Уәлихан тұңғыш жиһангер. Жиһангер деген не? Жиһангер саяхатшы. Өте жақсы. Тағы айтамын. Тағы өте жақсы, тағы. Өте жақсы. Жақсы. Балалар, сонда біз осы уақытқа дейін Шоқан Уәлиханов туралы білетін біліміміз осы, иә? Ал сіздер Қашқар деген қала туралы естідіңіздер ме? Қашқар деген қала туралы білмейсіздер ме мүлде? Қайда екенін, қайда орналасқан білмейсіздер, иә? Ал бүгін біз сол қаланың қандай қала екенін білетін боламыз. Ол үшін біз қазір
Құрметті оқушылар, топтық тапсырма орындаймыз. Жаңағы билет бойынша топқа бөлініп алды, сол бойынша тапсырма орындайтын боламыз. Қараңыздар, бізде екі топ бар. Біріншісі тілшілер тобы, екіншісі зерттеушілер тобы. Қараңыздар, мынау белгінің не екенін қазір сабақтың ортасында айтатын боламын. Топтық жұмыстан кейін. Енді қараңыздар, бірінші топтан тапсырма орындаймыз. Сіздердің алдарыңызда жеке-жеке ноутбук берілген. Ол жерде жасанды интеллекттің көмегімен мультфильм құрастырылған. Сол мультфильмді сіздер наушникпен көретін боласыздар. Және қараңыздар, бірінші топ мультфильмді қарап, журналмен танысып, мазмұнын түсінеді. Сіздерге журналды да береді. Екінші, Қашқарияға дейінгі жерлерді анықтайды, керуеннің картасын салады, сіздерге оның қазір ақпаратын береді, және де керуеннің тоқтаған аймақтарын белгілейді. Сіздердің мына мультфильмде мұның барлығы көрсетілген. Жақсы ма? Сол үшін бұл мультфильмді мұқият тыңдап алыңыздар. Жақсы ма? Жақсы. Екінші топ сіздерге Қашқария сапары деп аталатын 3D бейне материал беріледі. Яғни сіздердің қолдарыңызға мынадай VR қондырғылар беріледі. Әрқайсыңызға бір-бірден. Осы жерге сіздерге жіберілген сілтеме бойынша осы жерде телефондарыңызды салу арқылы сол VR қондырғыны көріп Қашқардың ішін аралаймыз. Және де сіздерге тыңдалу мәтіні қосылып беріледі. Қосымша сіздерге журнал беріледі. Сол бойынша сіздер қараңыздар, дискриптор 3D бейнені көреді. Қосымша ақпараттарды қараңыздар, қарап алыңыздар. Қосымша ақпараттармен танысады. Онымен түсініп аласыздар. Бірінші, екінші, Қашқария жерінің тарихы туралы қажетті ақпараттарды табасыздар. Яғни жаңа тыңдалым мәтінде сіздерге қажетті Қашқария жерінің қажетті ақпараттар болады. Қашқария жерінің халқы туралы қажетті ақпарат. Қараңыздар, халқы туралы. Біз бірінші тарихы туралы, одан кейін халқы туралы. Одан кейін Қашқария жерінің мәдениеті туралы қажетті ақпарат. Яғни сіздерде 3 тапсырма. Бірінші түсініп аласыздар, одан кейін тарих туралы табасыздар, одан кейін халқы туралы, сосын мәдениеті туралы табуларыңыз керек. Жақсы ма? Бір-бірін алып алыңыздар. Сіздер мынаны қолдарыңызды қарап алыңыздар. Құлақтарыңызды қарап алыңыздар. Құлақтарыңызды қарап. Recording in progress. Geçti videonun görünüyor. Kosmos'da videonun görünüyor. Sizce görüp oturup kazı devam edin.
Қашар әлемдегі ең көне қалалардың бірі. Оның 2000 жылдық тарихы бар. Бұл шаһар ұлы жібек жолының бойында Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағында орналасқан. Ертеден Қашар арқылы саудагерлер өтіп, түрлі елдермен байланыс жасаған. Сондықтан қалада әртүрлі мәдениет пен дәстүр тоғысқан. Қашар халқы негізінен ұйғырлардан тұрады. Олар қонақжай, еңбекқор халық. Бұл ұлттың мұқам деп аталатын аспабы ЮНЕСКО тізіміне кірген. Сонымен қатар қолөнер, кілем тоқу, ағаш өнерлерін кең тараған. Қалада тарихи ескерткіштер көп сақталған. Соның бірі Итках мешіті. Бұл Қытайдағы ең үлкен мешіттердің бірі. Бұл 15 ғасырда салынған. Мешіттің аумағы кең. Мұнда мыңдаған адам бір уақытта намаз оқи алады. Ғимараттың қақпасы мен қабырғалары шығыс сәулетімен тәсілдермен безендірілген. Орта айтқанда, Қашар ежелгі сауда мәдени байланыстардың орталығы ретінде әлем тарихында ерекше орын алады. Көріп болсақ бала, кеше бойымызда. Мәтінді тағы да қосамын. Мәтінді мұқият тыңдап алыңыздар. Сол бойынша, енді қараңыздар. Сол бойынша сіздер қараңыздар. Қашқайда жердің тарихын зерттеулер бойынша, одан кейін Қашқайда қараймыз бала. Бірінші маған қараңыздар. Бірінші мәтінді қайтып болсақ, мұқият тыңдап алыңыздар. Бірінші Қашқар жердің тарихы туралы жазасыңдар. Мына жаққа көріңіздер, мына жерде көріңіздер. Бірінші тарихы туралы, одан кейін халқы туралы жазасыңдар. Үшінші әлемдегі туралы жазасыңдар. Расында жұмыс істеңіздер. Қашқар әлемдегі ең көне қалалардың бірі. Оның 2000 жылдық тарихы бар. Бұл шаһар ұлы жібек жолының бойында яғни ұйғыр автономиялық аймағында орналасқан. Ертеден Қашар арқылы саудагерлер өтіп, түрлі елдермен байланыс жасаған. Сондықтан қалада әртүрлі мәдениет пен дәстүр тоғысқан. Қашар халқы негізінен ұйғырлардан тұрады. Олар қонақжай, еңбекқор халық. Бұл ұлттың мұқам деп аталатын аспабы ЮНЕСКО тізіміне кірген. Сонымен қатар қолөнер, кілем тоқу, ағаш өнерлерін кең тараған. Қалада тарихи ескерткіштер көп сақталған. Соның бірі Итках мешіті. Бұл Қытайдағы ең үлкен мешіттердің бірі. Ол 15 ғасырда салынған. Мешіттің аумағы кең. Мұнда мыңдаған адам бір уақытта намаз оқи алады. Ғимараттың қақпасы мен қабырғалары шығыс сәулетімен тәңірленген безендірілген. Қорыта айтқанда, Қашар ежелгі сауда мәдени байланыстардың орталығы ретінде әлем тарихында ерекше орын алады. Қашар әлемдегі ең көне қалалардың бірі. Оның
모든 공통적으로 가서는 스크스 그리고
Hop. Sağ Bunu var mı? Bunu da var. Жақсы балалар, топтық жұмысымыз аяқталды балалар. Топтық жұмысымыз аяқталды. Бері қараңыздар. Енді топтық жұмыс аяқталды. Тыныш қаламыз. Енді бізде зерттеушілер тобы алғашқы барлығын шығарды. Карталарды ұстап алыңыздар. Яғни топтың ережесі бойынша барлық қансыз сөйлеу керек. Ұстап алыңыздар. Бізде сіздерге не берді? Бер қараңыздар. Сіздерге не берді? Бізге қанша берді? Қандай мультфильм берді? Ол жерде жайлы бар. Қашқарда жерде сапары. Иә, қандай жерлерге барғандығы, иә? Қандай аймақтарда болғандығы. Тағы не берді? Және ол бұрынғы өзінің бағыттағанын, өзінің жолым арқылы білімді болғанын және өзін ашық сенімге қысылғандықтан келіндермен бірге өзін жасырын алған. Яғни ол Қашқарда жасырын барған деген, иә? Не үшін жасырын барған деген? Не үшін жасырын барған деген? Кім сол жерде тыңдады? Мультфильмнің не үшін жасырын барған деген? Өйткені Қашқарға бару өте қауіпті болған, иә? Өте қауіпті болған. Сол себептен де ол сауда керуендеріне қосылып барған екен. Барған екендік. Қандай жерлерге барған екен? Бір-біріңізге айтыңыздар. Бірінші Семейден бастаған, ары қарай. Қандай береміз? Одан кейін қайда барған екен? Сосын ары қарай. Анасы қожа беріңіз, иә? Білің қайда бардыңыздар? Балқашқа барыпты ма? Жақсы. Ары қарай қайда барыпты? Алакөлге, сосын келе қойды. Қайда барған екен? Қандай балалар барған екен? Картада көрсетеміз. Көрсетеміз, былай көрсетеміз. Қайда барған екен? Қандай бала? Қандай бала? Қарақол, иә? Жақсы. Ары қарай қайда барыпты? Қайда келдік енді? Яғни соңында Қашқар қаласына келген екен, иә? Жақсы. Ол жолда қандай қиындықтар болыпты? Жолда көптеген апаттар болған, және жаңбыр жауған, күн күркіреген, өте қиын болды. Тағы қандай қиындықтар болыпты жолда? Қайда бар? Күн біресе Жол ұзақ болды, жақсы. күн біресе ыстық, біресе суық болған. Күн ыстық деп олардың күннен жетеді. Сондықтан оларға ыстық деп ауыр жолға түсу қиын болды. Жақсы. Қараңыздар, енді келесі топ, тілшілер тобы, зерттеушілер тобының. Тұрмай қойдыңыздар, зерттеушілер тобының айтқан ақпараттарына келіп байланыстырыңыздар. Сіздер не түсіндіңіздер айтқан ақпараттардан? Айта ғой. Жолдарды жауап Жауап Ой, айта ғой. және де ол жерде күн күркіреп жауап алды. Кімнің сапары болыпты? Ол Шұқан Ойған. Қайда сапары болыпты? Ол Қашқария қаласына өзі тұрып. Сіздер ойлаңызшы, зерттеушілер тобы қалай қорғап шықты? Жақсы. Өте жақсы қорғап шықты ойлайсыз ма? Сіздер толыққанды ақпарат алдыңыздар ма? Сіз қандай ақпарат алдыңыз? Айда ғой. Жақсы. Сен қандай ақпарат алдың? Зерттеушілер тобының айтуында? Айта ғой. Бұған Ойхановтың ол өзі кәдімгі әскери киіммен барған екен? Әскери киіммен барып та болады? Ол қалай барыпты? Тығылып барған.
бізге кәдімгі киіз сияқты жақсы. Отыра қойыңыздар. Жақсы, енді екінші топ. Тіршілік топ. Шыға қойыңыздар, келіңіздер. Біздің VR ашып кетеді, яғни VR көзіміздер кетеді. Тобымыз келіңіздер, шыға қойыңыздар. Сіздерге қосымша ақпараттар берілді. Аңыздардан жолдауыңыз бойынша VR очкимен сіздер қашқа қарасын көрдіңіздер, қандай екендігін, ішінде серуендедіңіздер, араладыңыздар. Одан кейін сіздерге тағы да тыңдалу мәнді болды. Кеттік. Бірінші видеоны көрдіңіздер. Оқиға тыңдаңыздар. Қазір жағда келіп бересіздер сіздер. Қашқария жерінің тарихы қандай екен? Қайда орналасты? Оны айта қой. Қашқария ол Қытай өңірінде орналасқан. Жақсы. Ары қарай. Қашқария өте жақсы. Ұйғыр халқы мемлекеті жақсы. Сіздер жаңа елдіктерді ашып көрген кезде көрдіңіздер ғой, айналасында адамдардың басына не орап алған? Шардай орап алған, иә? Жақсы. Айта ғой. Олар бір уақытта көптеген мыңнан астам адам бір Естіген екен? намаз дұрыс намаз оқыған, иә? Яғни олардың діні қандай болған екен? Жақсы, тамаша. олардың ішінде христиан дініне ешкім болмады. Өте жақсы, жарайсың. Айта ғой. Бұл халықтың өте тұрақжай болған екен. Жақсы. Айта ғой. Барлығы мұсылмандар мешітке барып намаз оқиды. Жақсы. Жарайсыз. Сіз екеуіңіз не қосасыздар? Не қосасыңдар? Топ бойынша айта ғой. Сіздер мұқай тыңдап отырыңыздар? Ебілген халық соны Қашқарияда болған екен. Халқы өте көп жатқан Қашқария. Жақсы. Так. Ағай осының бәрін қосып айтып Айта ғой. Қашқария өңірінде көбінесе Қашқария өзені өзі Қытай мемлекетінде көшіп орналасқан екен. Қашқария. Ол Қашқария сол өңірде Қытай. Қазір қай жерде орналасқан Қашқария? Қытай аймағында орналасқан, иә? Жақсы. Ол жерде көбінесе ұйғыр халқы өседі. Жерде олардың бәрінің діні мұсылман халқы. Олардың ішінде христиан адамдар шықпады. Жақсы, рахмет. Келесі, сіздер кері байланыс беріңіздер. Не түсіндіңіздер мәтіннен бұл топ қалай болғанды айта ғой. Мен өте жақсы берген маған беремін. Себебі біздің тыңдаған мәтінде де барлық ақпараттардың жоқ ақпараттарды да айтып берді. Қандай жоқ ақпаратты айтып берді? Мысалы, олар мұсылман болды, Қашқария Қытай өңірінде. Өте жақсы. Олар намаз оқиды. Және олар іштерінде христиандар өте аз болған. Өте болмаған, иә? Өте жақсы, жарайсыздар. Отыра қойыңыздар. Жақсы, сіздер де отыра қойыңыздар. Енді мен сіздерге топқа баға берейін, иә? Топқа баға беру бойынша әр топтың ішінде бізде бағалау критерий бойынша 4 бағаланған болады. Бірінші топ, зерттеуші тобы, сіздер барлығыңыз төледіңіздер, дегенмен де ақпарат толық қамтылады. Оның ішінде әсіресе керуеннің тоқтаған аймақтарын жасырмысқа жасыр. Сол себепті бұл топқа 3 балл. Сіздер де жақсы қорғадыңыздар, бірақ ол жерде сіздер де Қашқария жерінің мәдениеті туралы айтып бардыңыздар. Ол жерде жаңа мәтін дұрыс оқысаңыз мәдениет туралы да көп айтылған болады. Соны мұқият назарға алыңыздар, иә? Сіздерге де 3 балл жазып қойыңыздар. Енді келесі тапсырма. Бізде жеке жұмыс, дәптеріміз ашайып қалған. Енді біздің грамматикалық тақырыбымыз күнделікті өтіп жүрген өл сөз, бөлу сөз, автор сөзі деген дүниелерді есімізге тағы да түсіретін боламыз. Қараңыздар, бұның мәтіннің барлығы тұшын естер қалған.
осы мәтіннің ішінен төл сөз бен автор сөзін ғана көшіріп жазыңыздар және ішіндегі бір сөйлемді төлеу сөзге айналдырасыздар. Яғни ішіндегі біреуін ғана. Түсінікті ғой? Жасау жолын білесіздер ме? Жақсы, кірісіңіздер. Дәптерге жазасыздар, иә, өзіңіздің көзді ашарой. Ашарой, иә. Ал, ойын сіздер жат керуендеріңіз ашып алыңыздар ғой. Сіздер қандай керуен бар еді, әдемі. Қазір ал. Orada vakti 3 minut. Tüm sözleri düşünüyorsunuz. Tek kalan tüm sözlerden düşünüyorsunuz. Bazen düşünmek istek tüm sözü akışını düşünüyorsunuz. Yani şimdi bir sözü, bir söylemi, bir sözüne kalırsınız. Bizde жалпы сондай төрт бар. Қараңыздар, бір сөз көзімен алуға бізде 2 бал керек. Tüm söz tavsiye, tüm söz tavsiye. Al жолаушылар. Біздің екінші тапсырмамыздың уақыты аяп қалды. Тезірек болыңыздар. 30 секундтан кейін. Тоқаштарға алып отырыңыздар. Жақсы, кім болды? Балалар? Кім оқиды? Иә, бір-бірден. Кім оқиды? Бастайық, кім оқиды? Тамаша. Оқи ғой. Қандай төл сөз таптың? Орнынан тұра ғой. Қандай төл сөз таптың? Шоқан Европаға ашқан деген секілді болды дейді. Оның алдында бір сөз оқып берді. Григорий Потанин, иә? Шоқан Европаға ашқан деген секілді болды дейді. Бұл қандай сөз? Төл сөз. Жарайсың. Енді осы төл сөзге айналдыра ба? Иә. Айтамын. Қалай айналдырамыз? Шоқан Қазір өзің айтып көрсін, ә? Шоқан Европаға ашқан Шоқан Европаға тиімді
Шыққан сегіз. Жақсы. Отыра ғой. Кім айтады? Айта ғой. Бірінші сөз. Төл сөзді біз таптық. Осыны төле сөзіне отыршы. Ой, Атаңы шоқанның ашылған тегісі сізді болғанын өте жақсы, жарайсың, тамаша. Яғни Григорий Потанин шоқанның Еуропаға шығып келесі секілді болғанын айтты, иә? Біз өткен ған кейін жұрнағын осы жерде қолданамыз, иә? Жақсы, жарайсың. Кім оқиды тағы? Кім оқиды? Болды, уақыт болды балалар, кім оқиды? Тезірек болыңыздар, мен сіздер шетінен бағалаймын. Кім оқиды? Болыңыздар, бәрі еттіңіз. Бір сөйлемді оқыңыздар, айта қой. Ага. шоқанның барел шықығы биік еді айтты. Ага. Бұл қандай сөз? Төл сөз. Төле сөздік майландырады осыны. Екінші сөйлемді. Шоқан өз халқын сүйген айтмайды. Шоқан өз халқын сүйген айтмайды деп айтады. Николай Ядовцев. Осыны кім айналдырды төле сөзге? Айта ғой. Этнограф Николай Ядовцев шоқанның өз халқын сүйген айнымағанын айтты. Жақсы, өте жақсы, жарайсың. Олай болса, біздің бұл тапсырмамыз аяқталды. Мен сіздердің тапсырмаларыңызды көріп шықтым. Бізде екі оқушы ғана, есіміңіз? Айқадиша мен Айзере ғана бізде, яғни соңғы екі тапсырманы орындай алды. Яғни 4 бала лайық бола алды. Қалғандарыңыз мен балдарыңызды өздеріңізді жазып кеттім. Енді қараңыздар, барлығымыз бір ұшақтан алайық. Ұшақтан алыңыздар, бір ұшақтан алыңыздар. Біз жақындап қалып балалар. Байқаған бір қолаға жазды. Иә. Жақсы балалар. Біздің сабағымыздың мақсаты, бері қараңыздар, энциклопедия, газет журналдар, және басқа да ақпараттар бойынша қажетті ақпарат жинақтау. Біз мақсатымызға жете алдық па балалар? Біз өзіміздің мақсат жете алдық па балалар? Неге, қалай, не үшін? Өйткені біз шоған байқаған және қалай Қашқарияға барғанын және қай жерлерді зерттеп өте жақсы қарды. біз Қашқарияның қай жақта орналасқан және де Қашқарияда қандай университеті және де мәдениеті өте жақсы, отыра ғой. Және төле сөз бойынша не білдік? Айта ғой, не білдік? Кім айтады? Өте адамның сөзінің ешбір қатесіз және қолданылған түр екенін және төлем сөздің төс сөзді мағынасын өзгертпей жай ғана сөздерін ғана өзгертіп жақсы, жарайсың, өтемесің. Жақсы болар, жарайсыздар. Олай болса, барлығымыз қолымызда, өйткені біз қазір өзіміздің алматымызда келіп қонып Қашқарияға барып, енді қараңыздар. Сол ұшақтың қанаттарына бүгінгі сабақта не керек екендерін жаздырды тезтер. Маған қарай лақтырамыз бір дегенде үш дегенде. Не керек екенін жазамыз. Тезде жазыңыздар. Бүгінгі бағалау бойынша Айқадишада 10 балл, Айналуында 7 балл, Айсұлуда 7 балл, Дарияда 8 балл, Арнұрда 7 балл, Анияда 7 балл, Қасымқарайда 4 балл, 10 балл, Ринатта 7 балл, Рауан Алиханда 7 балл, Құдайбергенде 8 балл, Рөлайберде 8 балл, Қаладана 8 балл. Енді жаңа ұшақтарымызды не істейміз? Тез болыңыздар. Оңама болды.
Oy, жарайсыңдар. Tez-tez laqtiramız bo'lingizlar bolalar. Oy, жарайсыңдар. Men qadar qo'yinglar. Жақсы, сіздерге рахмет. Сіздерге Шоқан аталарыңыздан бір ескерткіш болсын, иә. Келесі жолы Шоқан Уәлихан кім дегенде оның Қашқарияға барғандығын және де ерекше үлкен тұлға болғанын айтқаныңыз. Біздің мынау қасымыз қайда көрсетіңіздер? Орталық музейге кім бар? Арт музейге. Соның алдында тұратын тас біліп жүріңіздер. Арт музейдің алдында тұратын үлкен тас. Біздің Шоқан атамыздың да бүкіл еңбектері, саяхатшылық жолы сондай үлкен музейдің алдында тұратын лайықты, соған лайықты болғанын бізде. Жақсы, монеталарыңызды алып келіңіздер, сабаққа қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Жақсы, орныңыздар. Үй жұмысын, мен саяхатшының тақырыбында видео түсіресіздер, 3 балдан тұратын тасына. Жақсы, сау болыңыздар. Ағай, жіберсің балама.